Теплое место на улице, не жду отпечатка.
мчится, только голубой. Не за синей птицей еду за тобой, за тобою, как за синей птицей. Ищу лишь ее, ищу мою, лишь она мне нужна. Ты ведь знаешь все, ты скажешь мне, она, где она? Синий, 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 синий. Сто дней в пути, но караван, а впереди опять бархан. Еще бархан, куда ни глянь, везде песок. Тут ветер злой, что было сил, палящий зной, с ума сходил. И каждый жил мечтой одной, воды глоток. Это Кара-Кара-Кара-Кара-Кара-Каракум. Это Кара-Кара-Кара-Кара-Каракум. Это Сонау шашынғаны уақыт құшағында ортаға шығып билеңіздер. Уақыт құшағында билеңіздер. Имамы
Бекет. Былай честно пионерский деп. Честно пионерский деп. О, мырза, Средние часы еще идут. Средние часы свидетели судьбы. Когда ты дома ходил, а из одной звонят тебе все колокола. Куда ты сумел меня понять? Я думала, забудь. Нашли мои часы, торжественно печально, я слышала их погнали звон. Жизнь невозможна повернуть назад, и время не дарит, не остановишь. И неоглядна ночь, и одинок мой дом, еще идут старинные часы. Жизнь невозможна повернуть назад, и время не дарит, не остановишь. Пусть неоглядна ночь, и одинок мой дом, еще идут старинные часы. Когда ты уходил, такой чужой, а буря на часах сломали стрелы, часы остановить. Тогда я не сумела, как мне смогла остановить тебя. Жизнь невозможна повернуть назад, и время не дарит, не остановишь. Пусть неоглядна ночь, и одинок мой дом, еще идут старинные часы. Жизнь невозможна повернуть назад, и время не дарит, не остановишь. Пусть неоглядна ночь, и одинок мой дом, еще идут старинные часы. Старинные часы еще идут. Старинные часы свидетели судьбы. Когда ты дома ходил, они знали мы звонят тебе все колокола. Старинные часы еще идут. Старинные часы еще идут. Сағыныштың жалын өртіне күйген, бір жан болса жаным менде қисын. Бейсің, 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 басам демейсің, сағынып не келсем, келесің келмейсің, мені кінәлайсың, өзіңнен көрмейсің, сағынбайтының не болайсың. Мені кінәлайсың, өзіңнен көрмейсің, сағынбайтының не болайсың. Жүрегімнен
жайғасыңыздар. Екінші дастархан сіздерді күтуде. Екінші горячий жатыр мінеки алдарыңызға. Сол себептен қапы қалмаңыздар. Дәм тату керек обязательно міндетті түрде. Өйткені жалпы осы Қостанай қаласы бойынша самый вкусный горячий, самый вкусный бірінші осы Палаца мейрамханасында. Сол себептен алмасаға не ошибся с выбором ресторана. Ой, спасибо, рахмет. Енді құрметті қонақтар, құрметті аға әпкелер, мінеки екінші дастарханымызға қош келдіңіздер дейміз. Шапалақ ұру бесплатно, шапалақ қойсаңыздар. Рахмет. Енді мана қателеспесем бірінші дастарханымызда апалары қауымымыздан, мінеки сіздердің құрдастарыңыз қыздар қауымынан керемет әсем ән шырқалды, Фариза келді. Енді ер азаматтар, ағаларымыздың атынан да керемет сыйлықтары бар екен. Сол себептен қабыл алыңыздар. Алдарыңызда шоу-балет Энжу, испанский танец специально для вас. Достаем телефоны и фотоем, снимаем на видео. Ауф! Как же жарко! Я Умаса, Ангелы и Чарли. Спасибо. Это был испанский танец специально для вас. Спонсор Исхабулов Дюзенбаев. Где он? Шылқатап атырмыз деп кәдімгідей. Молодец аға, күшті. Манадан бері келіп атыр, бізде де сыйлық бар деп, сол себептен бір қошеметтеп қойыңыздар. Қазір тағы бір би бар. Так что би жетеді қысқасы былай айтқан кезде. Олай болса енді құрметті қонақтар, мінеки біздер әрмен қарай жалғастырайық екінші дастарханымызға қош келдіңіздер. Бірінші болып екінші дастарханымызды бастайтын шақырамын ортаға Молдашева Алма апа және де Айтжанова Амангүл апамызды. Под ваши бурные аплодисменты. Келіңіздер.
Нет, не надо, қонып керек емес. На посадку не идем. Микрофон сіздерде. Ал, құрметті біріншіден біздің класстастар, сыныптастар, екіншіден жерлестер, құрбы құрдастар, барлығымызды бүгін мен өзім қош көрдім деп қуанып, өте тамаша бір іс-шара өткізіп жатырмыз. Бұл іс-шараның басын білесіздер, жаңағы группа құрып, неше түрлі әңгімелер болып, қиын қыстау замандардан өтіп, мінекей бүгін нәтиже осындай тамаша отырысқа жетті. Құрметті класстастар, барлығымызға үлкен алғыс. Бұл жасап жатқан іс-шара барлығымыздың арқасында асып жатқан шара іске. Барлығымыз егер үлес қоспасақ, барлығымыз біріміз тыңдамасақ, барлығымыз біріміздің сөзімізді көтермесек, неге бұндай отырыс болмас еді. Группада отырғанда талай әңгімелер болды, біреуіміз шықтық, біреуіміз кірдік, бірақ дегенмен ортаға салып, мінеке бүгін осындай абыроймен өте тамаша жақсы өткізіп отырмыз. Бірдей бәріміз қосылып, ұйымшылдығымызды көрсетіп, бәріміздің қандай сондай жақсы класстастар болғанымызды көрсетіп отырмыз. Құрметті қыздар, ешқайсымызда қартаймағанбыз, неге 40 жылдан көрмегелі қыздар, соғалықтарында ешқайсысында танымай қалдым деген болған жоқ. Енді олардың көбісін көріп жүрміз, енді олар сендер де енді қыздарға қарағанда шамалы шаршап қаласыңдар, шаштарын түсіріп. Бірақ дегенмен құрметті қыздар, құрметті ұлдар, қыздар, мінеке ары қарай осылай қарым-қатынасымыз жалғаса берсін. Жаңа кім Бану айтып кетті. Енді ондай әңгіме өзіміз қайда, кім қашан шықты, қашан шықпады, қашан қайтып келді, қашан кетіп қалды, оның бәрін түніменен айтамыз таң атқанша. Сондықтан үйленіп балалы шағалы болғандарыңызға, семьяларыңызға, жанұяларыңызға ары қарай сәттілік тілеймін, табыс тілеймін. Қалған отырған арамыздағы жап-жас қыздарымыз бар. Сіздерге де сондай жақсы өмір тілеймін. Жақсы жұмыс жасап жатқан азаматтарымыз, кәсіптеріңіз сіздердің аса берсін. Қыздар, немерелеріңіз үлкен жігіт болып өсе берсін. Біздің торғайымыз аман болсын. Сол бір торғайдың топырағында жүгіріп, бір суын ішіп, соның нанын жеп, жалаң аяқ далада жүріп, шашымыз жалбырап жүріп өскен ұлдар қыздарымыз. Мінеке бүгін осындай тамаша жақсы деңгейге жетіп отырмыз. Мінеке әр кластың балалары бәрі болатын болса, біздей болсын. Барлығы. Енді мұғалімім ғой, тоқтамай сөйлей берем, бірақ кімге сөз қалдырайын. Ой, маңдан бері алмас жаңа предупреждение жаңа ғана беріп қойды, маған әйтпесе, мен бір айдан бері дайындалып жүрген тамаша сөздерім бар еді, бітіп қалды. Құрметті менің класстастарым, мынау бүгінгі 40 жылдығымыз құтты болсын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға жақсылық тілеймін. Семьяда бақытты болыңыздар, балаларыңыздың қызығын көріңіздер, еш жаманшылық болмасын. Өте қуаныштымын. Мынау бірінші балымға рахмет айтамын. Осы WhatsApp-та ашқан балым, осы WhatsApp-қа қосқан балым, рахмет. Сосын мынау Алмасқа рахмет, ұйымдастырып отырған Дүйсенбайға рахмет. Сосын кімге Дәулет ханға рахмет көп-көп. Мына беріп, барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Мынау көпшілікпен бітеді ғой, бір адаммен бітпейді. Мынау алыстан келіп жатқан қыздар, жігіттер, сіздерге де жолдарыңыз ақ болып, аман есен келіп, бір-бірімізді көріп, қауышып, өте қуаныштымыз. Сондай керемет деңгейде өтіп жатыр деп ойлаймын. Осындай жалғаса берсін достығымыз. Бұдан әрі 40 жылда кездесіп тұрмын мен сендердің көбісімен мысалға. Бұрын 30 жылықта болған жоқпын, 22 жылықта болған жоқпын, өте қуаныштымын. Енді көп сөйлесе мен жылап қоям. Сондықтан сіздерге көп-көп рахмет. Отбасыларыңа аманшылық. Менің бір азғантай сыйлығым бар, соны сіздерге тарту етейін. Магнит барлықтарыңызға бір-бірден таратамын. Алмас келе бер.
Мәссаған, креативно. Қастарына барып таратып берсеңіз дұрыс болатын шығар, я? Мен сияқты жас балаңыз да деймін де дұрыстар. Осыған риза болыңдар деп айтып берсеңізші, апа. Осыған риза болыңдар енді, үйлеріңе барғаннан кейін айтпаңдар деп. Ештеңе берген жоқ, жымот екен деп. Молодец, апаның көңіліне, пейіліне риза болдым шығу керек. Естелік болсын деп алып берген екен. Молодец. Алған кезде рахмет деңіздер, аға, риза болсын. Міндетті түрде холодильниктеріңізге қойыңыздар, сөмкеде яумаса, кішкентай балдардың қолында кетіп қалмасын деген ғой. Арнайы алып берген холодильникте тұрсын. Ой, рахмет, рахмет. Енді құрметті қонақтар, манада бір біздер осы жерде қатты билеп жатырмыз, секіріп жатырмыз. Менің атымнан бір керемет әсем ән болсын, барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Кезінде Алла Пугачева айтқан, бүгін мен айтам ол әнді. Любовь похожая на сон деп аталады. Погнали. Как зеркало смотрюсь, отражение потерять в своем боюсь. Не хочу, чтоб ты была гость в сумерки ночей и в судьбе моей. Я люблю тебя, как любит в жизни раз. Словно солнце в мире не было до нас, а заботы мелкий сон. Я тебя увел и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных без твою волшебную люблю. Я тихим эхом повторю, любовь, похожая на сон. Пускай не кончится одна. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала в них, я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне. Но любовь у нас наяву сейчас. Мне в глазах твоих себя не потерять. На разлуке нам любовь не разменять. Я не мыслимо ценой и своей мечтой заслужил это счастье высоко, всегда с тобой. Любовь, похожая на
на соле чистым веселым, но вопреки законам сна, пускай не кончится. Жылдықтар құтты болсын, құрметті аға әпкелер. Рахмет, жылдықтар құтты болсын, аман болыңыздар. Ай, молодцы, рахмет за поддержку. Әйтеуір ұялмай, қысылмай, бірден ордаға шығып, мені қолдағандарыңызға мың алғыс басымды иілдеймін, құрметті біздің қонақтар. Енді құрметті қонақтар, мінекей, мен әрмен қарай жалғастырамын. Осы жерге той төріне асабаның алаңына демекші келесі аға әпкелерімді шақырамын. Мана айтып өткендей, мұғалім сияқты шақырамын. Тақтаға шақырылады Қаленов, Саматов, Саматова және де Корнеева Шолпан менің мамам дейді. Келіңіздер. Не просто выходим, а танцуем. Мен жаңа есіватса, сегіз тұрватсыз да? Жаңа мен көп кісілерді айтып едім, ол кісілер кетіп қалды ма әлде? Ол кісілер келмеді ма? Аха, жақсы. Енді мама ер азамат бастаған жөн болатын шығар, аха. За патриархат қой всегда. Ал, құрметті құрбылар, класстастар. Біріншіден осы тойымызды ұйымдастырып атқан жігіттерге, әсіресе Қостанайда тұратын жігіттер, енді бар ауыртпашылық осы жігіттерге түсіп жатыр. Жігіттер мен қыздарға соларға көп рахмет айтамын. Не дейді, басқа бәріңізге отбасыларыңда түгел немерелерің бар, балаларың бар, немерелерің бар. Енді сол сендердің жолдарыңды бізге берсін дейді. Ары қарай шөбере көріңдер, шөпшек көріңдер. Соны Құдай Алла әләмен деп соған жеткізе берсін. Енді арамызда біраз жігіттер жоқ болып қалатыр, кейбіреу келе алмай қалатыр. Өздерінің себептері бар шығар. Енді келген жігіттердің бәріне бас иіп рахмет айтамын. Жігіттерге, қыздарға уақыт тауып осылай. Бәрінің отбасында той болсын тек. Бала шағаларың аман болсын деп қызығын көріңдер. Немере шөберелерін шөбере көріңдер. Соның әлақанынан су ішіңдер. Сол күнге жетіскісін. Аман болсақ 50 жылдықта тойлайық. Басымыз аман болып, аспанымыз ашық болып, еліміз тыныш болсын. Рахмет. Құрметті, қадірлі класстастар, қыздар, ұлдар, құрбылар, мынау біздің мерейтой деп айтуға да болады шығар. Тойларымыз құтты болсын. Мынау дастархандарымыз әрқашанда осылай кеңінен жайсын, тойға жайсын, семьяда бақытты болыңыздар. Немере шөбере сүйіп, 100 жасаңыздар деймін. Осы енді 40 жылдықпен тоқтап қалмай, 45-50 деп ары қарай кете берсін, жалғасын таба берсін деймін. Осылай әрқашанда басымыз қосылып, бәрі жақсы болсын. Ұмытып қалдым ғой, қыз деп айтқан. Енді осылай кездесуіміз жалғасын тауып, әрқашанда осылай араласып, жүре берегенде. Алмасымыз Команданы туған кісі қолына өзі. Команданы туған ана. Рахмет.
Рахмет, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Ау? Бізде бір просьба бар. Егер айтасың, жаңа қыз балаға айтамын, айтамын. Бізге бір летний вечер деген орындап беріңізші. Летний вечер теплый самый был у нас с тобой. Разговаривали с нами звезды и прибой. Нам оставил темный вечер неугасший свет. Обнимал он нас за плечи и смотрел нам вслед. Уходили мы по гальке от тепла воды. Было жарко, было жалко, смыл прибой следы. И за далью белой стужи, где-то там, за стеклом морозных кружек будет сниться нам. Летний вечер, летний вечер, летний вечер будет сниться нам. Как было все же в тот день погожий, что никогда ни на что в этой жизни не будет похожим. Неповторимо и слезы прощания были последней строкой в книге нашего образования. Солнце сияло, и ты мне сказала: это прощание совсем не печально и только начало. Ах, милая Ленка, все очень просто. Ты так хотела быстрее стать по-настоящему взрослой. До свидания, школьной истории вас. Нам тогда было рано, можно сейчас нацепить на себя эти дивные дни и пуститься в бега на века к берегам, берега с вами вместе. Первый погожий сентябрьский денек, робко входил я под светлые своды. Первый учебник и первый урок, так начинаются школьные годы. Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею. Как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда школьные годы. Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас
проводит до угла, когда уйдем со школьного двора. Пускай потом ничто не повторится, для нас всегда открыта в школе дверь. Помню, мы затихли среди урока, плыл в окошке белый плин вдали. Видимо, надеждой и упреком служат человеку журавли.